бізде үлкен байрам. 25 жылға, музейдің 25 жылға байланысты қуанышымыз. Біз де қуанышымыз. Мені көршілеріңізді. Қос бәйтерегі болып Қарақалпақтың, қос шынары болып ұлы халықтың, сізлер барған жерде қалқым сүйсініп, еліме мәдениет ұрпағын шаштың. Сізлерден нұр алды таллай алымлар, сізлерден нұр алды таллай шайырлар, ескі мектебіңді оқып сауатын ашқан елімізге белгілі Ибраим Төлек ағалар. Ассаламу алейкум, құрметлі меймандар, ұстазлар, хамде келешегіміз иесі болған әзиз жастар. Музейімізге 25 жыл толу мұнасабетіменен біз елімізге белгілі танықлы инсандармен ұшырасуды алдымызға мақсат етіп қойғанбыз. Міне бүгін кезектегі мейманымыз елімізге белгілі ұлы тұлғалар Амет Хамде Айымхан Шамұратовлардың кенже қызы Хамде музейіміздің директоры Айымгүл Шамұратова. Ассаламу алейкум, Айымгүл Шамұратова. Ассаламу алейкум. Айымгүл апа, бүгін бір қанша студент жастар сізге өзінің қызықтырған сұрауларын таярлап келген екен, енді сұрауларға берсек. Ассаламу алейкум, Айымгүл апа. Мені қызықтырған сұрауым, үй музейінің құрылысы ашылу тарихы хақында айтып берсеңіз. Біздің Амет Айымхан Шамұратовлар үй музейіміз 1999 жылы Қарақалпақстанда һәм Өзбекстанда ең бірінші меншік музей болып ашылды. Бұл музей белгілі шайыр, жазушы, драматург, әкеміз Амет Шамұратов, оның өмірлік жолдасы, өзінің батырлығымен сахнаға шыққан бірінші актриса, хош хауазымен белгілі болған, көп елдерге белгілі болған анамыз Айымхан Шамұратоваға бағышталған. Олар екеуі де 20-ші ғасырдың 32-ші жылдан бастап Қарақалпақстан әдебиетін, мәдениетін тиқары салушылардың қатарында болғанына біздер перзенттер қатты мақтаныш етеміз. Енді музей ашылуы бір салтанатты түрде болып ашылды. Елбасымыз Тимур Камалов ашып берді. Қарақалпақстан мәдениет министрі Тамара Дәулетмұратова, университеттің ректорлары, институттың ректорлары, Хамме районларының хакімдері қатынасты, жәмиетлік адамдар қатынасты, студентлер, жастар, ветеранлар қатынасты, мәдениет қызметкерлері қатынасты, әдебиет қызметкерлері қатынасты. Сол бір үлкен бір байрамдай болды. Енді айтсақ, енді осы музей Айымгүл Шамұратова мен атым. Мен осы музейді 27 жылдан бері басқарамын. Амет Айымхан Шамұратовтың ең кенже қызымын. Енді музейді тарихын айтсақ, ашылуға айтып бердім. Енді мына құрылыс қандай болғанын айтсақ, анамыздың қайтыс болғаннан кейін жыл садақасында ағайындар, туысқандарымыз, ажапаларымыз жиналып, сөйтіп ойластық, жезделеріміз бәрі сөйтіп ойластық. Мына Айымхан апаның үйінің қасынан, анамыздың қасынан бір жер алып, сөйтіп бір музей салайық деп. Сөйтіп сол ниетпенен біздер елбасшыға бардық. Елбасшы уақытта
Гүлнияз Ашырбеков деді. Елбасшыға барғанымызда одан жер сұрадық. Анамыз сонда неге музей сала жақпыз деп. Ол қатты қуанды. Біздерге не қылды, табыстар тіледі, айтты. Енді Қарақалпақта жер көп, бірақ Айымхан апа анамыз бір өзі деді, бір жалғыз өзі. Қарақалпақтың анасы деп айтсаған болады деді. Сол адамға жер бермесе қалай болады деді. Сол жер береміз деді. Мына жерде салбатырған адам жерді алып салбатырған адамға жер беремен деді. Сөйтіп сондай мәрлік азаматлық іс етті. Өзі ел басшымыз соған бізде қатты қуанып, сөйтіп сол музейдің салып басылады. Енді салып басылағанда да мен өмірлік жолдасым енді осы Қарақалпақстанға минесінген құрылысшы болғаннан кейін, өзінің темір бетон заводы бар болғаннан кейін ол сол музейге белсенді қатынасты. Сол басында тұрып, сол не қылды. Енді железобетонлары, нелері, плиталары бар еді өзінде, бірақ мына кірпіш, мына ақша мәселе бойынша азамат қиынлау болғаннан кейін жораларына не қылған, жәрдем сұраған, соған көп жоралар жәрдем берді. Сол құрылысшылар мысалы Мырзағали Байымбетов деген жәрдем берді, Қарамадин Оряшев деген жәрдем берді, Құдайберген Райып-Назаров деген жәрдем берді, Абатбай Мусаев, тағы көп адамдар жәрдем берді. Соларға мен көп рахмет айтаман. Көбісі енді бұл дүниядан кеткен, жатқан жері жайлы болғай, иманы болғай. Соншым тірілерге жүрім берге, Құдайым ішінде тірілерім бар енді. Соншым қазір музейіміз ашылып, салтанатты ашылған айтып бердім. Енді сол қазір біздер ашылған уақытында біздерде тек бір экспонат зал бар еді, һәм 300 экспонат жиналған еді, сол сақланып еді. Енді қазіргі күнде біздерде 4 экспонат залымыз бар, һәм 4000-ға жақын экспонат жинадық. Сонысы минетіміз. Көп адамдар, қызығушылар көп музейге, студент жастар, оқушылар келіп, қамесі сол жерден шықпайды әйтеуір, келіп не қылады, қазетіп жүреді, картиналарды қарайды, бұрынғы әйеліміздің аттыларды, сол анамыздың, әкеміздің қолжазбалары бәрі сақланған жерде, суретлері, ескі суретлер, анамыздың қосқылары жазылған, грампластинкалары еле тұрды, сол жазылменен 50-60 жүздеген қосқылары бар жазылған, фото архивлар бар, фото кино кадрлар бар, бұрынғы заман, бұрынлары түсірген Айымхан апаның қосық айтқан, сол қамен сақланған музейде киімдері, сахналық киімдер